Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге дастарханда әдемі болып тұратын және де дәмді болып шығатын шпинаттан жасалынатын рулеттің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге керек ингредиенттер: 400 грамм свежий шпинат қажет, 1 ас қасық картоп крахмалы қажет және 3 жұмыртқа, 50 грамм сұйық май, 2 ас қасық ұн қажет. Ең алдымен шпинатты жылы суға жақсылап жуып алатын боламыз. 1-2 рет жуамыз. Одан кейін барып шпинатты міндетті түрде сабағынан ажыратамыз. Бізге тек жапырағы ғана қажет. Мінекей барлығын сабағынан алып тастадық. Енді үстіне сақырлап қайнап тұрған ыстық суды құятын боламыз. Бұл бізге шпинаттың қышқыл дәмін алу үшін керек болады. Тура осылай 1 минутқа ғана қалдырамыз. Одан артық емес, кем емес, 1 минутқа ғана қалдырамыз. Мінекей 1 минуттай тұрды. Енді суын төгіп сүзіп алатын боламыз. Сүзгеннен кейін мен кішкене 5 минутқа суытуға қойдым. Суып болғаннан кейін осылай кішкене ғана сығып алдым. Барлық суын сығып тастамаңыздар, тек қана жай ғана сығамыз. Мінекей осылай болып шықты. Енді осыны жақсылап турап шығамыз. Енді осының үстіне барлық ингредиенттерді салып шығатын боламыз. Ең алдымен 50 грамм сұйық майды саламыз. Кәдімгі тамаққа қолданып жүрген сұйық май. Үстіне 3 жұмыртқаны жарып саламыз. 2 ас қасық ұнды ситадан өткізіп саламыз. Үстіне 1 ас қасық картоп крахмалын саламыз. Соңына қарай жарты ас қасық тұз саламыз. Барлық ингредиенттерді салып болдық. Енді біркелкі масса болғанша осындай блендермен езіп шығатын боламыз. Миксермен болмайды, тек қана осындай блендермен еземіз. Мінекей қараңыздар, әдемі біркелкі сұйық масса болып шықты. Бұл сұйық болып кетті деп үстіне ұн салудың қажеті жоқ. Дәл осылай сұйық масса болып шығу керек. Енді пештің формасына пергамент қағазын төсеп үстіне сұйық майды жағып шығамыз. Пергамент қағаздарыңыз жақсы болу керек. Енді үстіне сұйық массамызды құйып, әдемілеп жайып шығатын боламыз. Рулетіміз қатты қалың болмауы қажет, дәл осындай жұқалау болуы керек. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 7-8 минут қана қоямыз. Одан артық емес, кем емес, тек қана 7-8 минут қана қалдырамыз. Ұзақ уақытқа тұрса шпинатымыз өте дәмсіз болып қалады. Мінекей достар, пісті. Қазір ғана пештен алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді осыны жылығанын күтетін боламыз. Қатты суытып қажет емес, жай ғана жылығанын күтеміз. Беткі жағы бізде сырты болады. Осылай бетін астына қарай аунатып алатын боламыз. Мінекей қараңыздар, әдемі болып пісіп шықты. Енді үстіне творожный сырды әдемілеп біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Мен кішкене жұқа етіп жақтым творожный сырды. Егер сіздер қалыңдау болған, көптеу болған қаласаңыздар, қалың етіп жағып шығыңыздар. Мінекей жұқа етіп жағып шығып болдым. Енді үстіне тұздалған сьемканы турап салып шығатын боламыз. Сьемканы мен алдын ала терісін ашып, ішіндегі сүйектерін алып тастадым. Енді дәл осылай турап 3 слой қойып шығамыз.
Балығымызды салып болдым. Осылай әдемілеп тығыздап тұрып орап шығамыз. Осылай артқа тарта отырып орап шығамыз. Бос орайтын болсаңыздар, тураған кезде әдемі болып шықпайды. Рулетіміз дайын. Кескен кезде әдемі болып шығу үшін осылай пищевой пленкамен жақсылап орап шығатын боламыз. Екі қайтара орап шығамыз. Екінші ораған кезде қатты тарта отыра орайтын боламыз. Сол кезде әдемі болып кесілетін болады. Орап болғаннан кейін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қалдырамыз. Мінекей достар, тоңазытқышта 4 сағаттай тұрды. Енді сыртындағы пленкасын ашып, әдемілеп дастарханға турап қойсаңыздар болады. Осы рецепт сіздерге ұнағанына сенімдімін. Алда әлі тағы түрлі рецепттер салып отыратын боламын. Біраз уақыт денсаулығыма байланысты рецепттер салмай кеткен болатынмын. Осы рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Подписаться деген қызыл кнопканы басып мені қолдауды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлайым. Астарыңыз дәмді болсын.